достар, үй жануарларын қойып шығайық. Кәні қолымызда қандай бар екен? Ұстай ғой, бірден атын айтып кетейік, иә? Бұл бізде түйе. Түйе. Екі өркеші бар, қараш. Бірден ерекшеленеді, иә? Келесі. Ала ғой. Бұл не екен бізде? Ешкі. Ой. Қой. Қой. Қой, өте жақсы. Бұл бізде? Сиыр. Сиырдың баласы бұзау, иә? Бұзау. Ат. Қоя ғой, өте жақсы. Ат. Бұл? Сиыр. Сиыр, мынау баласы бұзау, иә? Баласы бұзау. Мысық. Мысық. Бұл не бізде? Ешкінің баласы лақ. Лақ. Мынау бізде қандай не? Жануар. Ит. Иттен қорқам. Қорқасың ба? Мен де қорқам иттен. Қандай ит? Ол иттердің түрлері болады ғой. Қандай иттен? Үйдегі кәдімгі тәртіпте ұсталған иттер, олар адамды тістемейді, ал сыртта жүреді ғой, мысалы, қараусыз, яғни иесі жоқ иттер болады. Хозяйкасы дейді ғой, оның хозяйыны, яғни ондай иттер. Бұл мысалы үй жануарлар, бұл үйдегі ит жақсы ит болуы мүмкін. Ал сыртта оның өзінің, не деп айтатын еді хозяйыны бізде? Өзінің егесі жоқ иттер, олар жабайы болады. Мысалы, олар көшеде сен кетіп бартасың ғой. Мысалы, қасында ешкім оны келіп сен жаймен бұлай жүреді да, келіп тістеп ала салуы мүмкін. Ондай иттерден, көшеде жүрген иттерден біз қорқуымыз керек. Өйткені одан неше түрлі аурулар жұғуы мүмкін. Ол тістеп алады, мысалы. Ол қанға қан жұғады, иттің неше түрлі ауру. Мысық та сондай. Үйдегі мысықтар деген ол таза болады, үйде таза, оны егесі жуындырады, тамақ